жаслық. İnsan өмірінің дәриядай қайнауытлап тұрған бұл мәуіртлері һәмменің де қиялында мәңгі сақланып қалады. Бұл демлерде адам баласы өзінің өмірдегі орын таңлайды, келешекке жол салады. Нәжмәддин Мұхаммеддинов бұл жолда көркем өнерді таңлады. Себебі оның жүрегінде жаратылыс інім еткен иләһи табиғи талант бар еді. Döretуші insanlarдің басқалардан farkı сонда, көзі ұйқыға кеткенше, оның ақыл ойы жұмыс істеп жүреді. Аламан ішінде киятырған бұл әхуайы insanның бірінші милли операны, бірінші милли балетті, бірінші мәмлекетлік гимнді дөреткен үлкен талант иесі екенлігін бәлкім ешкім елестірмейді ондаша. Әдебиятшы ілімпаз әдебияттан, композитор музыкадан сабақ берсе, бұл оқушы үшін тасқа ойып жазылған жазумен барамaz. Себебі бұл дөретуші insanlar қайнауытлап, атылғып тұрған бұлақ. Ал бұлақ көзінен су ішудің ләззеті өзгеше болады. Жақсылықма смешокты ұзынырақ лигаты қылып, лигаты менен ойнады. Лигаты болып шыққан. Әсірлер наласын біздің дәуірімізге дейін алып келген Қарақалпақ милли сазларының атасы қобыз бүгінгі күні жетіліскен музыка әсбапларымен бірге үн қоспақта. Нәжмәддин Мұхаммеддинов бірінші мәрте қобызды оркестрге үйлестіріп, үлкен сахнаға алып шықты.
70-80 жыллары Necmettin Muhammeddinov talantlı kompozitör sıfatında елге tanılgan edi. Onun kaleminden dörögen iri kölemli Qaraqalpaq simfoniyası, Tosqan yel simfoniyalık poeması, Әжнияз операсының бірінші актілері дөрөген еді. Алматы консерваториясының профессоры, халық артисті, белгілі композитор Еркеғали Рахмадиев, һәм халық артисті, кино режиссер, актер Асаналы Ашимовлар Necmettin Muhammeddinovке һәм теориялық жақтан, һәм әмели сипаттан ұстазлық еткен еді. Benim kuvanatım және үлкен бір өзімше тарихи белес көретін жерім осы Necmettinнің жаңағы өз ұлтының, өз халқының профессионалдық өнерінің бастауы болып, соның басында тұрып, кейін министр болған кезде сол өркендетуге, талай кадрларды дайындауға, талай жастарды өркендетуге көмектескен өз басында ризамын. Олай болатын болса, бұл сол Қарақалпақ халқының біздің халықтың мысалы ақындарды қалай қастерлесек, мұқандарды қалай қастерлесек, өзбектер Әшірәпенен Бұрхановты қалай қастерлесек, қырғыздар Малдыбаевпенен Қали Малдыбасанов Дәулесов қалай мадақтаса, сол сияқты мадақтайтын үлкен ірі азаматтардың бірі. Композиторлық жағынан бұл әлі өшейін алдына жалғасылмай келатқан. Бұл тірі жүргеннен кейін бәлендігінде айту қиын. Бірақ шындық айтқа келгенде бұл Қарақалпақтың профессионалдық музыкасының классика. Sizin оқушыңыз Necmettinге айтарымыз, осы бетінен қайтпа, музыка деген сенің бойыңа, дарыныңа, талант бойыңдағы көп нәрсе, негізгі сенің қалатын өнерің халыққа. Necmettin бауырымызға тілейтініміз осындай жағын көбірек ескілері елеп, туысқаншылығымыз бір басқа қарым-қатынасымыз ол да жетіп жатады. Сондықтан сізге мынау 65 жылдығыңызға өкшемізді басып келатқан інім екенсің, Ерекеңнің баласысың енді былайша қарағанда. Сізге зор бақыт тілейміз. Оның балалық дәуірі есім бойларында, Қаратерең көлі әтрапларында өтті. Оның ең бірінші намасын жазуына түрткі болғанда, осы ана тәбият, өзі туылып өскен атамакан, балалығы қалған көл бойлары еді. Бірінші жазған намасын да көл жағасында деп атады. Бұл шаңырақты композиторлар һәм сазенділер шаңырағы деп атасақ та болады. Себебі оның өмір жолдасы Абадан Сапарова да белгілі композитор. Ал нәресте тақтынан бастап құлағына музыка сестері сіңіп қалған ұллары да, қызлары да, ақлықлары да сазенді. Қайнененің топырағынан жаратылған келінлеріне дейін бұл өнерден құралаған емес. Қаратал жабысы бидіне кімесі, бұлар қош жігіттің
kızdan demesi ha yol başlar aldında serdere şingesi ihtiyar şingesinde kızlardım hilay kızlardım. Necmettin Muhammeddinov sazga zeyin koygan dastlabki yıllarında belgili Baxsı babamız Berdaq şəhərinin axlığı Qaracan Qabulovqa şəfif tutunğan edi. Ol usu ullu ustazı öğretken qosuq sazlarda vaqti özünçe aytıp kevil şerini tarqatadı. Sırtından aynen şalıp dil var şenginizde halden masalıp kızdır biri kendi can kızlar İbükür hidayet ibükür. Bir 1987 yıl. Бұл жыл Қарақалпақ көркем өнері тарихында алтын әріпler менен жазылып қалды. Либреттосын жазған шайыр Ибраим Юсупов, музыкасын Нәжмәддин Мұхаммеддинов жазған бірінші милли опера Әжнияз сахна жүзін көрді. Talant aqqan darya. Ол тынып қалуды білмейді. Librettoсын Гүлстан Мәтяқубова жазған Нәжмәддин Мұхаммеддиновтың екінші операсы «Қырқызда» жақын уақытларда сахна жүзін көреді.
Darya akkan жерден ağa beredi. Ülkün talant iyesinin jurtçulukta жаңа iri tulgalı döretbeler küte beredi. Birinci Qaraqalpaq baleti Ayjamal da Necmeddin Muhammeddinow'tың halk algısından ilham alıp döregen iri tulgalı çıgarmalarının biri oldu. Ayrılıkta ayrılıkta bizde kaldırırsan otursana baybız tırnalar Araldan tırnalar uçup ketkenine kança zamanlar oldu. Kompozitorдың жүрек төрінен егітіліп шыққан тырналар наласын қайлардаdır ұшып баратырған тырналар тодасы естіп, ізге мойын бұрып қарағандай түйілер кісіге. Өмір ағар дәрия. Оның мәужырған толқынларында елі жазылмаған, жазылacak симфониялар жатыр. Композитор қалбі табияттағы мың сан түрлі тілсімлі сеслерді өзінше оқи алады. Оның өзгелерден farkı da сонда.